жыл. Қазір әлемде белгісіз вирус басталды. Бұл вирусты ойлап тапқан Мариана есімді 10 сынып оқушысы екен. Ол 2025 жылы қаңтар айында өзінің жаңа ойлап тапқан екпесімен халықты таныстыруда. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Мариана. Химия пәнін түйе тұра, мен өзімнің екпемді шығардым. Бұл қандай екпе десеңіздер, бұл екпені еккен адам шындық айтып, өтірік айтпайтын болады. Ауызбіршілігіміз мол болып, жақсы өмір сүретін боламыз. Мен өзімнің екпемді еліміздің барлық қалаларына ұсынған болатынмыз. Қуанышымызға орай, менің екпемді еліміздің 80 қаласы халқыма егемін деп шешті. Ендеше өтіріксіз, әділетті өмір басталсын! Мариана белгісіз екпені таныстырғанына тура 1 жыл. Әлі күнге дейін ВИР-147 вирусынан емдейтін екпе ойлап табылмады. Өйткені барлық адамдар осы екпені қабылдаған. Бірақ екпені толық екпеген және мүлде екпені екпеген оқушылар бар болып шығады. Достар, халықта аман алып қалатын біз ғана. Егер біздің екпе салдырмағанымызды білетін болса, бізге де қинап екпе салдыру мүмкін. Сол үшін барынша білдірмеуге тырысайық. Естерінде ме? Бейбіт ағайдың ба үйінде уақыт машинасы бар еді ғой. Мүмкін сол уақыт машинасын қолданып, Мариана екпені таныстырып жатқан жерінен барып, мүмкін халыққа айтармыз бұл екпені салдырмаңдар деп. Қалай сонда? Біз толық екпені салмадық қой. Кез келген уақытта екпенің күші тарап, біздің жағдайымызға нашар келтіруі мүмкін. Қап, не істейміз? Мүмкін сен уақыт машинасына мініп кері қайтарсың? Я, бадан, сенің барғаның дұрыс болар. Жарайды, онда мен уақыт машинасымен кері қайтып, болашағымыз үшін күресейін. Білесікті Алла бар, халық саған сенбеуі мүмкін. Ал егер білесікті маған берсең, халықты саған сендіруге көмектесемін. Бұл жерде адамның аяқ баспағаны көрініп тұр. Барлық жер шашылып қирап жатыр. Мынандай қирап жатқан жерде уақыт машинасын қайдан табамыз? Мен соңғы рет Бейбіт ағай үйіне келген кезде уақыт машинасын жұмыс орнынан көргем. Мүмкін сол жақта барып көреміз. Іздейік жүріңдер, ол жер қайда екен? Мен таптым! Жарайсың Ламис. Жарайсың Ламис. Жарайсың. Нақты қай уақытқа бару керек? 2026 жыл қаңтар айының 3-і. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Мариана. Мен химия пәнін жақсы көре тұра, өзімнің екпемді шығардым. Бұл қандай екпе десеңіздер, бұл екпені еккен адам ешқашан өтірік айтпайды. Тоқтатыңдар, бұның барлығы өтірік. Бұл алаяқ. Мен болашақтан келдім. Бұл Мариананың екпесі біздің елімізге үлкен дерт болып туды. Осы залда Раяна есімді қыз бар ма? Раяна, сен маған айтқансың, егер өткен шаққа баратын болсақ, сен маған мына білезікті бер. Ешкім сенбей жатса, мен сендерге көмектесемін дегенсің. Достар, мына баланың кім екенін білмеймін, бірақ мына білезік әжемнің жалғыз білезігі еді. Маған беріп кеткен. Мүмкін бұл балаға сеніп көреміз? Достар, неге біз өмірімізді қайдағы жоқ танымайтын бір қызға беруіміз қажет? Неге біз танымайтын қыздың екпесін салуымыз керек? Білем, әрқайсыларыңыздың өздеріңіздің жеке бас мәселелеріңіз бар. Бірақ бұл мәселенің шешімі бұл екпе емес. Ойлап көріңіздерші, сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді біреуге жайдан жай бере саласыздар. Сол дұрыс па? Дұрыс деп ойлайсыздар ма? Бұл бала дұрыс айтады. Неге өз өмірімізді өзіміз жақсартып алмаймыз? Неге бұл балаға сеніміз қажет? Мариана кет, Мариана құры!